Жаз! Не деп жазам? Жаз, ертеңнен бастап тентек болып бірде-бір баламен төбелеспеймін. Егер өз дейсіші, онда қойды. Әйтпесе, көкіңді там де. Ал егер қоймасашы? Егер бұл мәселе осымен бітеді. Екінші мәселеге көшеміз. Жаман сөздер айтпайсың, сайтан, есуас, кеші, ақмақ секілді. Оның орнына жарамайды, мұның тәртіпсіздік, ұят болады деген сөздер айту керек. Тәртіпсіздік істесің, өзіңді өзің жазалайсың. Қалай? Оны кезінде көрерміз. Шешім бір ауыздан қабылданды. Қожа көп бұзықтық жасаса да, өз мінезін және тәртібін өзгертуге тырысады. Қожа соткар болып, енді тәртіпті бала. Жақсы жолға тұру ешқашан кеш болмайды деп тойын жасадым. Қызықты кітапты бірге оқуға шақырамын.